Иегова куәгерлері, таблиги жамаат, мұсылман бауырлар, саентология, тәпкіршілер, салафизм, дәстүрлі емес ислам. Қазақстанға осындай жадыни ағымдардың экспансиялануы ұлт қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруді. Бір қарағанда, псевдоислам мен басқа да секталардың қазақстандықтарға тигізер еш залалы жоқ сияқты. Десек те, бұл ойымыз қате, қатер бар. Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы Қазақстандағы пилоттық жоба. Оның қызметі Павлодарда 2013 жылы басталды. Басты мақсаты тұлғаны деструктивті діни ұйымнан сақтау. Орталық жалған дін ұйымдарының тұзағына түсіп қалған азаматтарды оңалтуысымен айналыса отырып, өзге адамдар арасында алдын алу шараларын өткізеді. Дәстүрлі ислам мен православиялық діндердің түп негіздерін түсіндіреді. Дәріс, семинар, тегін оқыту жұмыстары арқылы халықтың діни сауатын ашады. Облыс тұрғындары мен түрлі ұйымдардың тарапынан келіп түсетін ақпараттарды қарастырады. Сонымен қатар деструктивті діннен жапа шеккендерге кеңес береді. Психологиялық көмек көрсетуді. Орталықта сенім телефоны қызмет жасайды. Функционирует телефон доверия. Сенім телефоны таңғы 9-дан кешкі 6:30-ға дейін жұмыс атқарады. Басқа уақытта автожауап істейді. Бізге хабарласып, сауалдарыңызды қалдыра аласыздар. Қалай болғанда да біз міндетті түрде байланысқа шығамыз. Бұл қызмет түрі бойынша психологиялық, теологиялық, құқықтық көмектер көрсетіледі. Орталықта сапалы дайындықтан өткен дінтанушылар, теологтар, психологтар және тарихшылар ұжымы жұмыс істейді. Ақпараттық түсіндіру бөлімі өз қызметін көбіне аймақтық елді мекендерге шығу арқылы жүзеге асырады. Алдын алу семинарларын ұйымдастырады, жеке кездесулер өткізеді. Атап айтатыны, 2014 жылдың бірінші жартысында ғана бөлім қызметкерлері 43 мыңға жуық адаммен кездескен. Басты назарға Қазақстан Республикасы заңнамасы алынады. Ақпараттық топ әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқтыратын заң баптарымен жиі таныстырады. Біз дін заңнамалық негіздемеге тоқталамыз. Оның ішінде 9 бабына нақты тоқталып, мысалдар келтіріп айтып өту тура келіп отырады. Дін заңнамалық негіздеменің 9 бабында айтылған дінге қатысты бірде-бір мәліметтер, ол кітапшалар, дисктар, фильмдар, тағы басқа мәліметтер арнайы ғимараттарда ғана таратылуға болады деген. Конфессияаралық қарым-қатынасты дамыту және талдау орталығында діни ағарту ісіне бағытталған шаралар қатарын кеңейтуде. Жақында мұнда араб тіліне үйрету курсы ашылды. Онда адамдар оқу, жазу бойынша толыққанды білім алады. Нас пригласили в этот центр. Бізді осы орталыққа араб тілінен дәріс беруге шақырды. Бұл жерге қалағанның барлығы келе алады. Қаламызда ағылшын, қазақ, француз, қытай тілдерін оқуға арналған ошақтар көп, ал араб тілінен жоқ. Орталық мамандары ішкі істер департаментімен, ұлттық қауіпсіздік комитетімен, прокуратурамен, қылмыстық атқарушы жүйе департаментімен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Жасыратыны жоқ, дәстүрлі емес дінді тарату жұмыстары заңмен қудаланады және оған қарасты жазалар бар. Конфессияаралық қарым-қатынасты дамыту және талдау орталығының қызметкерлері бас бостандығынан айырылса дағы өз ұстанымынан бас тартпайтын адамдарға көмектеседі. Конфессияаралық қарым-қатынасты дамыту және талдау орталығы діни экстремизмнің алдын алу үшін қылмыстық және орындаушы жүйе қызметкерлеріне арнап, ай сайын семинарлар, дәрістер жүргізіп тұрады. Мұндай жұмыстар біздің қызметкерлерге қылмыскерлердің психологиясын түсінуге септеседі. Сотталғандармен өткізілетін жұмыс Павлодар облысының 3 түзету мекемесінде ұйымдастырылады. Павлодар облысының білім беру басқармасы да осы орталықтың серіктесі. Екі ұйым өскінші ұрпақ санасын деструкциядан сақтауға бағытталған бағдарламаларды бірге ойлап табады және оны жүзеге асырады. Осы орталық біздің барлық мектептерде және колледждерде алдын алу жұмысын жүргізеді. Одан бөлек мынау діни киім киетін, я болмаса діни атрибуттар тағатын оқушылармен жеке жұмыс жасайды. Конфессияаралық қарым-қатынасты дамыту және талдау орталығы біртіндеп өз жұмыс бағытын кеңейтіп келеді. Мамандар деструктивті діни ағымдармен күресудің жаңа әдіс-тәсілдерін іздеп табуда.